Hi everyone! Біз бүгін the past continuous tense созылыңқы өткен шақты өтеміз. The past continuous қай уақытта қолданылады? Өткен шақта белгілі бір уақытта басталып, әлі де жалғасып жатқан оқиғаны білдіреді. Мысалы, I was going home yesterday at 6 o'clock. Кеше сағат 6-да мен үйге бара жатқанмын. I was going home last week from 6 to 8. Алдыңғы аптада сағат 6-дан 8-ге дейінгі уақытта мен үйге бара жатқанмын. Кеше сен келген кезде мен үйге бара жатқанмын деп ағылшын тілінде I was going home yesterday when you came. Қарап тұрғандарыңыздай, past continuous өткен шақтағы нақты уақытты қажет етеді. Past continuous'тың құрылымы was, were, қосу, verb ing, яғни етістікке ing жалғаймыз. Болымды сөйлем қалай жасалады? I was reading. Мен кітап оқып жатқанмын. He was reading. Ол кітап оқып жатқан. He ұлға айтылады. She was reading. Ол кітап оқып жатқан. Яғни мұнда was деп жекеше түрде айтылады. You were reading. Сен кітап оқып жатқансың. We were reading. Біз кітап оқып жатқанбыз. They were reading. Олар кітап оқып жатқан. Past continuous туралы сөйлем қалай жасалады? Was, were көмеші етістіктері бірінші орынға шығады. Was I reading? Мен кітап оқып жаттым ба? Was he reading? Ол кітап оқып жатты ма? Was she reading? Ол кітап оқып жатты ма? Жауап берген кезде Yes, I was. No, I wasn't. Яғни, я, мен кітап оқып жаттым. No, I wasn't. Жоқ, мен кітап оқып жатпадым. Were you reading? Сендер кітап оқып жаттыңдар ма? Were we reading? Біз кітап оқып жаттық па? Жауап бергенде Yes, you were. No, you weren't. Яғни, я, біз кітап оқып жаттық. Жоқ, біз кітап оқымадық. Болымсыз сөйлем қалай жасалады? Болымсыз сөйлемде not сөзі келеді де, сөйлем болымсызға айналады. I was not reading. Мен кітап оқып жатпадым. He was not reading. Ол кітап оқып жатпады. She was not reading. Ол кітап оқып жатпады. Қызға айтылады. Қысқаша түрде was not'ты wasn't деп қысқартуға болады. You, we, they да were болады, е? You were not reading. Сен кітап оқып жатпадың. We were not reading. Біз кітап оқып жатпадық. They were not reading. Олар кітап оқып жатпады. Were not'ты weren't деп қысқартуға болады. Ал енді мына мысалдарға қараңыздар. I was crying while he was laughing. He was laughing. Ол күліп жатқан кезде, while деген кезде деп аударылады. I was crying. Мен жылап жатқанмын. I was washing the dishes when the phone rang. Phone rang. Қоңырау шалған кезде, when кезде деп аударылады. I was washing the dishes. Мен ыдыс жуып жатқанмын. As she was reading the book, Alice came. Алиса келгенде, ол кітап оқып жатқан. I was not learning German last year. Мен былтырғы жылы неміс тілін оқымадым.